Ассалаумағалейкум барлықтарына тағы да барша достар. Мен бұл жерге не үшін келдім ағайындар? Мынау Алматы қаласындағы, яғни халық көп жиналатын жер. Бұл жерде жастар да бар, барлықтар да бар. Мен ол кісілерден сұхбат алғым келеді. Яғни түрмеден шыққан адамды халық қалай қарсы алады, және де халықтың оған ойы қалай болады? Жақсы жағынан ба, жоқ әлде жаман жағынан ба? Осыны білгім бар. Олай болса, сұхбатымызды жалғастырамыз. Бізден алыстамаңыздар, және де барлықтарыңызға айтарым, егер де сіздерге жағатын болса, ұнайтын болса, лайк басыңыздар, және де подписацияны басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Жарайды ма? Кеттік. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға қазақ бауырымды шақырып алдым сұхбат беруге. Бүгін шықтым түрмеден. Соған қазіргіні жастардың ойын білу мақсатында осы жастары көп жиналатын жерге келген едім. Соған сенің ойың қандай? Түрмеден шыққан адамды сен қалай өзің қабылдайсың деген сияқты саған енді вопросым. Нормально. Ештеңе жоқ ондай. Былай қарап тұрғанда тоже мен де условно ағам былай айтқан кезде ол ештеңе кедергі етпейді ғой, сөзін ашық, ше. Иә. Болды, брат, сен қай жағдай қаяқта отырмын? Қайтесің, брат. Сигарет қой былай айтқанда. Жоқ, оның ешқандай секрет ештеңе жоқ, бауырым. Просто адам өзінің ішкі несін, жан дүниесін білгім келу мақсатында не айтып жатқан сұрақ. Өйткені өзің білесің, бұл тақырыпта ешкім қоямын деп сұраққа жауап беремін. Болды, мен қайшы ойын бөліскім келмейді. Болды, ары қарап айтқым келмейді ғой. Рахмет бауырым, Алла разы болсын. Қыздар, саламатсыздар ма? Бір минуттарыңыз бөліп аласыздар ма? Бір екі вопрос қойсам, соған жауап берсеңіз. Нетті? Ал бауырлар, тағы да бір өзімнің шақырып алдым бауырым. Есің кім болады? Садияр, өте қуаныштымын бауырым. Саған вопросым, түрмеден бүгін шықтым. Соған сенің жалпы өзіңнің ойыңды білейін деген ғой. Осы мынау өмірге ол жақтан шыққан адам тезірек мына өмірге қалыптасып кете ала ма? Сол туралы сенің ойың қандай? Иә, қалыптасып кете алады. Адам қателіктерден сабақ алу бұл өмірде. Ол қателік жасады ма, одан кейін ары қарай ол қателікті істемей ары қарай дальше бір адамның жамандығын көріп, жақсылығын көрмеді дейді бұл өмірде. Бұл өмірде, короче, қателесті ме, оны до конца оны жек көрудің қажеті жоқ. Өйткені оған поддержка берсең, ол ары қарай биік белестерді бағындырып, одан да жоғарыға көтерілуі мүмкін. Адам ешқашан мынандай жасады деп оны шеттетуге болмайды негізі. Бәріміз пендеміз, бәріміз бірдейміз, құқығымызда бірдей. Ол қателіктерден адамдар сабақ алып торлап ол өте молодец, айтып отырсың. жақсы биіктерден мен осы нәрсені естігім келген ғой, қазіргі жастардан осы нәрсені естігім. Бауырым, көп рахмет. Мен де айтқым келген нәрсе осы. Сұхбатыңа рахмет, бауырым. Егер де сіздің жігітіңіз сол жақтан шыққан адам болса, сіз оны қалай қарсы алар едіңіз? Или қатынасты сол жерден тоқтатасыз ба, или жалғастырасыз ба? Шыныңызды айтыңыз, ойыңызды. Енді ол адам өзіне байланысты ғой. Мен ол адамды жақсы көріп тұрсам, ол адам деген сезім маған пак болса, екеуміз бір-бірімізді жақсы көріп тұрсақ, ол адам түзу жолға түскен болса, онда ол адаммен бірге бақытты болуға болады десеңізші. Көп рахмет Ұлпан. Танысқаныма тағы да қуаныштымын. Көп рахмет сізге. Рахмет көп. Жақсы.